Біз зиян деп жүрген Кока-Коланың пайдасы да бар екен. Қазір сіздермен соның барлығын бөлісетін боламын. Кока-Кола сергітетін алкогольсіз сусын. Көптеген елдерде кеңінен тараған. The Coca-Cola компаниясының өнімі. 2006-2010 жылдар арасындағы әлеуметтік ең үздік бренд болып саналды. Дегенмен жарнамасы жер жүзін жаулап алған осынау сусынның адам ағзасына зияны шаш етектен. Тіпті дәрігер мамандар ішектің созылмалы ауруымен асқазан, өт жолдарының және несеп жолдары ауыратындарға бұл сусынды тұтынбауға кеңес береді. Сосын құрамында қанты көп болғандықтан соңғы уақытта Кока-Коланың салдарынан қант диабетіне шалдыққандар саны да артқан. Жалпы коланың осындай теріс қасиеттерін біреу білер, біреу білмес. Тіпті білгеніне қарамай тұтынып жататындардың бар екені де белгілі. Сондықтан да бірінші байлық денсаулық екенін оқырманның есіне сала отырып, Кока-Кола сусынына шөл қандырудан бөлек тұрмыста қолдануға болатын бірлі-екілі пайдасы туралы ақпарат ұсынғанды жөн санадық. Керек екен деп тапсаңыз, кәдеңізге жаратыңыз. Сонымен кеттік ендеше. Ең бірінші, егер ыдысты күйдіріп алған болсаңыз, ішіне Кока-Кола құйып қайнатыңыз. 1 сағаттан соң ішіндегісін төгіп, ыдысты жуып алыңыз. Ыдысыңыз көз алдыңызда жаңарып жарқырайды. Кез келген суретті ескі етіп көрсетуге болады. Сол үшін суретті Кока-Колаға аз ғана батырып кептіру қажет. Бірақ суретті толықтай суға салмаңыз, әйтпесе құртылады. Үшінші, кола шаш бояуын кетіреді. Егер шашыңыздың бояған түсі ұнамаса, Кока-Коламен жусаңыз бірден бұрынғы түсі қалпына келеді. Кока-Кола сонымен бірге шашқа арналған ең мықты кондиционер. Алдымен шашыңызды Кока-Кола қосылған сумен шайып, артынша кептіріңіз. Төртінші, ескі тиындарды Кока-Кола сусынына салсаңыз, су жаңа тиындар болып шыға келеді. Бесінші, шәйнектің ішіне Кока-Кола құйып, оны 1 күнге қалдырыңыз, қақ толығымен кетеді. Алтыншы, тоңазытқыш, унитаз, шоңғылша, газ плита, машина доңғалақтарын, баллондарын Кока-Коламен тазалау қажет. Жетінші, коланы тамаққа тұздық ретінде аз мөлшерде пайдаланса жақсы. Ет тұздығын дайындар кезде тұздыққа 1/1 есебінде Кока-Кола араластырсаңыз, өте дәмді болады. Кока-Кола сусынын тамақ дайындауға да қолдауға болады. Өзіңізге ұнаған соуспен араластыруға болады. Коланы өзіңізге ұнаған соуспен араластырып, дайын болған қоспаны етке жағып қойсаңыз, таңертең маринадталған ет дайын. Тауық етіне мұндай қосынды карамельді дәм мен иіс береді. Сегізінші, бұрап шығарылатын бұрандаманың қатып қалғанын байқасаңыз, оның үстіне Кока-Кола құйыңыз. Сол кезде тоты бірден кетеді. Тоғызыншы, асыл бұйымдарды тазартуға болады, бірақ тастары жоқ бұйымдарды ғана тазалаған жөн. Оныншы, ұзақ жолда жүрек айныған кезде Кока-Коланың газын шығарып ішетін болсақ, жүрегіміздің айнығаны бірден басады екен. Бұл сусын тамақ ауырғанда, диареяда көмекші бола алатын тәрізді. Дегенмен, жоғарыда айтылғандай, қант диабетімен, асқазан, ішек жолдар ауруларымен ауыратындарға ішуге кеңес берілмейді. 11-ші, ауруды уақытша басатын қасиеті бар дейді білетіндер. Өйткені сусынның химиялық құрамында кәдімгі дәрілерде кездесетін қоспа бар көрінеді. Көктем, жаз айларында қала сыртына шығып демалғанда, жәндік, шыбын-шіркей шағып алғанда ашып немесе ауырып тұрған жеріңізге осы Кока-Коланы құйып жіберсеңіз, жеңілдеп қаласыз. Одан кейін Кока-Кола тотты жақсы кетіреді. Үйдегі қолданыстан шығып қалған металл заттарды бірнеше сағат осы сусынға салып қойып, ысқылап жусаңыз, сол зат тазарып шыға келеді. 14-ші, Кока-Кола терезені жақсы тазартып жуады. Сусынның құрамындағы лимон қышқылы терезеңізді немесе автокөлігіңізді жуу кезінде жақсы нәтиже көрсетеді. 15. Кока-Кола дақты және иісті жақсы кетіреді. Кір жуғыш ұнтақпен бірге араластырып, киімдеріңізді жусаңыз, нәтиже жаман болмайды. Үйден бір түрлі иіс шықса, шелектегі суыңызға Кока-Кола қосып еденді жуыңыз, иіс жоғалады.
17. Үстіңізден де қол аңса, иіс шығатын болса, коланы үстіңізге құйып, ысқылап, артынан таза сумен шайыңыз, иіс жоғалады. 18. Кока-кола тойып, асқазаныңызды көтере алмай тұрғанда бір стакан кола ішіп алсаңыз, кішкене уақыттан соң жеңілденіп қаласыз. 19. ақш-тың солтүстік штаттарында жол полициясы адам жарақаттарына соқтырған апаттардан кейінгі асфальттағы қанды жуып кетіру үшін қолданады екен. 20. малдың ішек-қарнын кока-коламен тазалап жуып, иісін кетіруге болады екен. Сіздерге бұл кока-коланың пайдалары жайлы ақпарат берілді. Пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.